Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін бізде мына бір Honda толық бояуға келіп тұр. Жалпы видео басталмай тұрып лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңырау шаңын басып кетіңіздер. Сыртқы көрінісі жалпы мынадай. Толықтай бояп шығу керек. Лактары түсіп қалған. Шпаклевкалар көтеріліп кеткен. Артқы есігін ауыстырып келді. Мына есікпен ар жағында есікті ауыстырып келді мінекей. Осы шоқтарын бәрін түзеу керек, мына жерлерін. Мына шпаклевканың бәрін түсіріп тастау керек мына жерде. Мына жердегі шофты мына шығып тұр, мына кіріп тұр. Осы шофтарды келтіру керек. Мына жерде міне жағы үлкен, асты жағы кішкентай. Мына жақта вообще шоф жоқ болып кеткен. Осыны келтіру керек. Полный проемдармен бірге боялады бұйырса. Жалпы көрінісі осындай. Айтпақшы, мына лактың міне былай түсіп жатуы негізі красканы растворительмен шашқан кезде осындай жағдай болады деп айтады. Бірақ біздің шашқан краскаларымызде ондай әлі кездесіп жатқан жоқ. Неге? Өйткені красканы көбірек уақыт кептіріп қою керек, сосын барып бетіне лак шашу керек. Мына жақта мына крыло толықтай шпаклевка. Бәрін түсіріп тастап, нормальный шпаклевка жағылған. Осыны түсіріп тастау керек, кішкене шығару керек бері қарай. Мына есікте қатты майысып жатыр еді. Бұл есікті ауыстыртқан себебіміз кішкене мынаған түзеп тарту үшін кішкене бір есептейтін бір керек. Сол себепті ауысты. Жалпы мынанша ашық болып жатыр, осының бәрін шығару керек бері қарай. Ішкі жақтарда сондай болып жатыр, по-моему. Так, ішкі жағдайы. Мына жердің бәрі шпаклевкамен толтырылған. Мынаның бәрін тарту керек. Үшін осылай жағдай. Жерлері сваркасы да кетіп қойған екен, мынаны обязательно біріктіру керек. Енді мынау өте жылдан боялған көлікке ұқсап тұр. Мынау енді өрескел қате деп айтайық. Көрініп тұр ма мына шпаклевканың тесіктері? Бұл примерно 2 сағатта шпаклевкасын жағып краскасын шашып бергенге ұқсап тұр ғой негізі. Мына сызықтар, мына шкурканың сызықтары. Бұл жарайды, енді кішкене көрінуі мүмкін, өйткені грунтовканың астында, шпаклевканың астында мына жақтаған кезде кішкене сызықтар қалып кетсе, ол просадка деп айтады. Уақыт өте келе отырады, осындай сызықтар пайда болуы мүмкін. Бірақ мынандай тесіктер бұл, міне, ол уақыт өткесін ойылып қалатын нәрсе емес. Ол боялмай тұрып осындай болған. Осы күйде тұр міне. Бұл енді үлкен қателік, бұндай қателік жүрмеу керек. Соған тырысу керек, әдемілеп шығаруға. Мынаяқтың шпаклевкасын бәрін түсіріп тастаймыз бұйырса. Жалпы артқы есіктің асты жағын тарту керек, айтпақшы, мына жерін. Мына жерлері әдемі болып тұр екен, осының бәрін шығару керек. Есік дұрыс жабылмайды. Әдемі жабылмайды есік бір ұрғаннан. Ойбай. Осылай жабылады есігі. Тарту керек. Артқы бампер, алдыңғы бампер екеуін басқа бампер алып келді. Бамперлер тастаймыз. Жалпы көрініс осылай. Шофтардың бәрін бірінші қарап шығу керек. Мына жақтар вообще ашылып жатыр. Төбе жағында вообще лак жоқ. Ұшып кеткен бәрі. Мына шетінде ғана қалған. Мына күн жеп қойған мына. Лакты не үшін күн жейді? Жалпы лакке растворитель қосылған кезде осындай жағдай болады. Ол лак өзінің құрамын жоғалтып қояды. Қатты сұйылық шашылса да осындай болады. Жалпы көрінісі осындай. Мына жақта айтпақшы, мына крылода да бар. Түзелу керек мына жері. Мін таппайтындай әдемі етіп шығару керек. Айтпақшы, телевизорды бояу керек. Қазір көрсетейін телевизорды. Мына телевизор, осыны бояу керек. Мына жағы қалады. Крылодан телевизормен боялады. Мына радиаторға вообще грунтовка шашып жіберген. Прямой. Молодец. Капоттың ішкі жағы да боялады. Мына жерлер өртеніп кеткен. Жалпы көліктің көрінісі осылай. Бұйырса бісміллә деп бастаймыз. Мына жердің шпаклевкасын түсіріп қойдық. Формасы мынандай болып тұр. Мына жерге алтылық сымы бар деп жүрген екен, шығара алмай. Жылтырларын алып жатырмыз. Сүйнеп тұрған шпаклевкасын бәрін түсіріп тастадық. Шпаклевка жағылып жатыр. Бұл көліктің көрмеген жоқ екен. Біраз нәрсе көріп тастаған екен. Мына крыло істейтін
мынандай доптомалақ болып тұр екен. Формасын біраз келтіріп қойдық. Зазорларын айтпақшы, нужнағым әдемілеп келтірді бәрі жерін. Шпаклевка жағылмаған жер жоқ екен. Бізге дейін тіпті мына есік привозной алып келген есіктің өзі шпаклевка жағылған екен. Бізде үстіне шпаклевка жағып. В общем, машина полный шпаклевка жағылайын деп тұр. Төбесінен басқа жердің бәрі. Есікте крылода мынандай лактың көтеріліп карта болып жатқан жерлерін наждакпен алып жатырмыз. Алмасақ болмайын деп тұр, өйткені ертең краскіде қиындық тудыруы мүмкін. Қазір мына жерде жоқ қой деймін, ана есігінде бар сияқты еді. Көрсетейін қазір. Міне. Бұлай карта болып түсіп жатқан. Шпательмен қыратын жерден қырып, қалған наждакпен алып жатырмыз. Мына жағын бәрі осындай болатын. Алып тастадық. Міне. Мынау краска, мынау лак бізде. Есіктің ішіндегі резиналарын алып тастадық. Резинаны ұстап тұратын мынандай кнопкалары бар. Осыны алып тастау керек. Негізі боя жіберуге де болады. Резинаның астында көрінбей қалады, бірақ бір түрлі болып көрінеді. Негізі ол маған ұнамайды өзіме. Соның үшін алып тастаймыз. Қазір көрсетем қалай алу керектігін. Кнопканы басып бір жаққа қарай тартамыз былай. Сол кезде бір аяғы шығады. Қатты тартуға болады, бірақ ол кезде екінші аяғы сынып кетуі мүмкін. Сол себепті қатты тартудың керегі жоқ. Бір аяғы шыққан кезде мындай сыммен екінші аяғын мына жағына итеріп жіберу керек. Мына жерге тығып, былай итеру керек. Сол кезде осылай шығатын. Бір аяғы шығып тұрады. Мына екінші аяқты сыммен бүйтіп кішкене итеріп жіберсе, оңай шығады. Мына жақта көрсетеймін. Былай басып, бір жағы шығады. Екінші жағын былай шығады. Осылай. Мына жерлерді тартып, артқы есікті жабылатын етіп жауып едік. Мына жағынан 1,5 сантиметр шығып қалды. Біз ойладық, мынау кіріп кеткен шығар қатты деп сөйтсек, ана жағынан да бері қарай кіріп тұр екен. Сөйтіп, мына жерден диагональ өлшеп қарасақ, мына жағы бізде 2 сантиметрдей үлкен болып тұр екен. Сонымен ана жағы кішкене итерілді. Жалпы қазір әдемі келіп тұр. Есікті шешіп алып қойдық. Өйткені мына жерлерге әлі шпаклевка жағу керек. Краска бояған кезде осылай тұрады. Есікті бөлек бояймыз. Өйткені оны ашып жауып жүру қиын. Сол себепті осылай тұрады. Мына жаңа формасы міне. Біраз шықты. Әлде жағатын жерлері бар. Жалпы осылай. Төбесін шкурлеп жатырмыз. Жылтырын алайын деп. Жылтырын емес, даже міне краскасын бәрін алып тастадық. Бетінде лак жоқ. Грунтовка мына тұрған қазір бізде. Мына жерлерінде кішкентай лактар алған міне. Мынандай бұрыштарда, мына жақта міне. Лакты бірінші бүйтіп шпательмен қырып тастаймыз. Көрініп тұр ма? Өсті қырып болып шкурлеп жатырмыз міне. 400 наждакпен. Бұлай жабыстырып алайық. Бүйтіп шкурлеп жатырмыз міне. Осылай алып жатырмыз. Тек жылтырын ғана алып қойын десек, кей жерлері краска жұқа, грунтовкаға өтіп кетеді, ағарып. Кей жерлері қалың. Сол себепті алып қалмасын деп, грунтовкаға дейін әдемілеп алып жатырмыз. Мына жағын бәрін бұйырса осылай алып шығамыз. Төбесіне красканы шкурлеп біттік. Толықтай грунтовка шашылған екен астына. Мінекей. Тағы да бір рет мерломен өтіп жүру керек. Қалып кеткен жерлері бар. Сосын мына жерлері бар міне. Нақыр. Осыны алу керек, мерломен жақсылап өту керек. Сосын бұйырса үстіне прямо краска шаша беретін. Скотчтарын басып, грунтовкаға дайындап жатырмыз. Бұйырса қазір шаңнан бір қатар тазалап, объезжик жасаймыз. Шпаклевка жағылмаған жері қалмады почти. Тек төбесіне ғана грунтовка шашпаймыз. Төбесін былай жауып қойдық міне. Мына жерлерін аст жағын толықтай грунтовка шашамыз бұйырса. Мынадай ас үйде пайдаланатын ыдыс бар екен. Оны қант өлшейтін 1 литрлік. Осыны алып көрдік, пайдаланып көреміз қалай болатын. Көрінісі жалпы ыңғайлы сияқты, өйткені мынаның ұстағышы бар. Құятын мынандай аузы бар міне. Қазір грунтовканы осыған жасап аламыз. Көреміз қалай екен. Мына 400 грамм грунтовка құйып алдық. Жалпы бізде грунтовка қара грунтовка 4-ке 1. Қазір енді 100 грамм отверителін қосамыз. Солай араластырып аламыз. Сосын барып біз үстіне разбавитель қосамыз. Отверителмен араластырып алдық. Міне 500 грамм. Қазір енді разбавитель қосамыз. Мынандай разбавитель пайдаланып жүрміз біз. Қазір енді біз отверитель 100 грамм құйдық. Разбавительде 100 грамм құямыз. Немесе одан кішкене көбірек құйып араластырып шаша береміз. Бұйырса грунтовканы шашып біттік. Бір түнге қалдырамыз. Ертең Құдай қаласа шкурлеп бастаймыз. Грунтовкасы кеуіп,
Сухой 320 наждакпен, бетінен 500 наждакпен, сосын қызыл мерломен өтіп шықтық. Жалпы шаңдарын тазартып, қазір бұйырса скотчқа дайындап жатырмыз. Машинаны артпен кіргізіп қойдық, өйткені бізде мына жағында орын кішкентейлеу, песе тиіп қалуы мүмкін деп артпен кіргіздік. Жалпы соңғы бізде замоктың ілетін темірлерін шешіп тастау керек. Сосын мына жағында тормоз бар, осында шешіп тастау керек. Болттары шешілсе шешеміз, болмаса скотчтаймыз. Мына жақта да сондай. Замоктың болттары шешіліп жатса шешіп алып тастаймыз. Өйткені мына жерде артта қойып тұр, міне пластмасса. Осының үстін краска баспай, әдемі болып тұрғаны дұрыс. Мына жерді шешіп қойдық. Астына жылтырден наждақтап тастау керек. Мына жақта замоктың да болттарын шешіп алдық. Ортаға мынандай картонын қысып қойдық, замок ішінде тұр. Кішкене қысылып тұр. Краска шашқан кезде ашылып кетпейтін шығар деп ойлаймын. Мынanda болттың орындарын шөгілеп тастау керек. Скотчтардың бәрін басып қойдық, дөңгелекті жаптық. Бұйырса краска дайын тұр. Обезжирка жасалды толықтай. Қазір красканы бастаймыз. Краска бізде бір шелек 3,5 литр. Растворитель 647. Бірге бір шамасында араластырамыз. 12-14 тамшы аралығында. Төмен жағына красканы бір слой шашып қойдық. Шаңы қатты жабысқақ краска екен. Жерден қазір көріне ма? Мына бетінде шаң тұр қазір. Кәдімгідей шаң болып жатыр, жер көрінбейді ғой. Магнит сияқты бір тартып тұра ма, сондай бірдеңесі бар екен. Әлі төбесі тұрып болған жоқ, біз төбесі міне кәдімгідей шаң болып жатыр. Көрінген нәрсеге жабыса береді екен бұл шаң. Қазір бұйырса төбесін мынаның бәрін салфеткамен сүртіп аламыз. Сосын төбесін шашамыз. Стакан бізде өз міндетін жақсы атқарып жатыр. Жалпы ыңғайлы екен, құйғанға да, араластырғанға да. Сосын жазуларды растворительге кетіп қалмайды екен. Жудық, сыртында жудық, міне нап нормально тұр. Грунтовканы де, красканы де осымен шаштық. Қазір бұйырса лакты де осыған дайындаймыз. Лак бізде 2-ге 1 лак. 400 грамм лакты құйып алдық. Қазір 200 грамм отверителін қосамыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Сосын разбавитель қосамыз. Разбавитель бізде мына. Осы разбавитель қосамыз. Примерно отверительмен бірдей қосамыз. 12-14 тамшы аралығында лакты дайындап аламыз. Лакты де шашып біттік. Жалпы бізде краска 4 слой кетті. Алғашқы 2 слой толық слой, соңғы 2 слой шаңдатып шаштық. Неге? Өйткені кей жерлері ақшыл, кей жерлері қара сияқты бір көзді алдап тұрды. Сол себепті соңғы 2 слойды шаңдатып шаштық. Лактен кейін алауып қалмасын деп. Лак бізде толық 2 слой шашылды. Жалпы көрінісі жаман емес. Жақсы жылтырап тұр, әдемі болып, көзді қуантып тұр, бірақ мына жерлерде настроение сүретін патек бар, мынандай. Қол шаршап осындай айдалада бір патек жібердім. Мына жақта бір патек жібердім, мына. Мына жерде бір патек бар, басқа жерде патек жоқ. Жалпы бұған кеткен уақыт 9 сағат уақыт кетті краска басталғаннан. Оң қолым үзіліп қалайын деп тұр қазір. Объем өте үлкен екен. Әлі капоты бар, бампері бар, артқы есігі, артқы бамперлерін алып тастағанда мынаның өзі бір 2 машина болып тұр. Бампер капоттарды бояйын деп жатырмыз. Капот есікті былай іліп қойдық. Шаңнан тазартып, обезжирка жасап қойдық. Қазір краска шашып бастаймыз. 3,5 литр краскадан 700 грамм қалды. Бұл жетпейді деп біз тағы да 1 литр алып келдік бұны. Астына осыны шашамыз, сосын бетіне мынаны шашамыз. Номері 1 болса да мүмкін цветі сәл айырмашылық беріп қалуы мүмкін, сол себепті кішкене сақтық жасаймыз. Краскасын шашып біттік. Қазір бұйырса лак шашамыз. Краска бізде бітті. Соңғы алып келгенімізде мынандай бітірдік. Мынаған 200 граммдай құйып алып қойдық. Ештеңе араласпаған. Таза краска 200 граммдай қалды. Жалпы осылай. 2 слой лак шашып қойдық. Патек жоқ. Жылтыры жаман емес. Кішкене шаң отырды бетіне. Бұлай нормально. Енді кебуін күтеміз, сосын жинап бастаймыз. Ал енді патекті жоғалту үшін бізге канцелярский лезвиеге екі жағына скотчты орап аламыз. Бұлай. Ол бізде екі жағы қырып тастамау үшін, тек ортадағы биік жерді ғана қырып алу үшін. Ақырындап қырып бастаймыз. Лак бізде міндетті түрде жақсылап кепкен болу керек. Тамшы болып тұрған жерлерді былай төмен қарай қарамыз. Ал тамшы емес, тек сызық болып аққан жерлерді былай қарай қарамыз, міне осылай. Екі жағына скотчты орағанымыз бұл бізде тек ортасындағы биікті ғана алады. Осылай толықтай биік жерді алып болғасын, ары қарай уже наждакпен өтсек болады.
Қатты биік болып тұрған жерін біразын алып тастадық, әлі де бар. Қалғанын енді 2 мдық наждакты ағашқа ілдіріп алып, наждакпен алып шығамыз. 2 мдық наждакпен әдемілеп шөгілеп қойдық. Полировканы бастай берсек болады. Полировка жасап біттік. Патектен ізде қалған жоқ. Жалпы көрінісі осындай. Бұйырса одесейтте толықтай бояп жинап біттік. Жалпы көрінісі осындай. Мына айна, мына жердегі ветровиктерді қара матовыйға боядық. Жалпы шоқтардың бәрі әдемі келді. Мына жақта шпаклевканы барынша түзу шығаруға тырыстық. Кішкене қисықтар бар сияқты. Жалпы көрінісі осындай. Шоқтың тұрысы мынау. Ішкі жағы міне. Мына жер вообще жоқ болып жатқан. Мына жерде саусақ сиятындай ашық бар еді. Жалпы ішкі жағының көрінісі. Мына жақта замоктар аппақ өзінің күйінде қалды. Арт жағынан көрінісі міне бұлай. Жалпы есіктің ашылып жабылуы өте жақсы. Мына ішкі жағы мынандай көріністе тұр. Жалпы өте ұзақ жұмыс жасалды. Сол ұзақ жұмыс жасағанға жараса әдемі шықты деп ойлаймын. Мына шоқтар, мына жерде вообще шоқтар саусақ сиятындай еді. Жалпы көрінісі осылай. Мына жақта телевизордың көрінісі. Мына жерден боялды. Бұлай. Радиаторды қараға бояп жібердік. Капоттың ішкі жағы міне. Бұйырса осымен бүгінгі видеомызды аяқтаймыз. Видеоны лайк басып, арнаға тіркеліп достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.